بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج عطاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جميع سعادة وأفكار. بسم الله الرحمن الرحيم. والله عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بها. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah osoqlan Fatiha Xullas Rüstem bolğan savaptı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerimiz ve sahabalarga ömürde ötken barşa musulmanlarga ağayın ömürde ötken ağayın tuğanlarga bağışladım. Ya Allah osoqlan Kur'an'ın soların ruhlarını Allah Teala oso Kur'an'ın nurымен nurlandırıp жатқан жерлерін жанатта ете көр Allah. Артына алған үрім бұтақ бала шағалары мұрагерлерін Алла Тағала қайыр берекесін беріп Алла Тағала нәсіп етсін. Алыстан жан жақтан келіп жатқан осы Бесағаш тұрғындарының өмір өткен қасиет ата-бабаларының рух шарифіне және барша жерде жатқан қасиет ата-бабаларының рух шарифіне бағыштадым. Ya Allah, Rabbena atina fid dunya hasanatan ve fil hasanatan ve qina azabannar. Bir rahmet arham ar-rahmin. Allahu akbar. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها Жатыр едім жайлауда пішен шалып ай шай көйлегім су болды. Бесағаш деген түсіріңдер, Бесағаш арт жақтағы Бесағаш деген Болды жаңбыр жауып ай кішкентайдан бір көскен аяу құрбым ай сенсіз қалай енді мен жүре аламын ай ауылым сенің іргелі шай көйлегің бүрмелі айтарыңды айтып қалып тұрмын ғой жүргелі қош бол сәулем көргенше қайта айналып келгенше уәдеңе беріп бол мен сендікпін өлгенше жайсыз жерде жабағы Қыдыр бабам қолдасын, елірге саман көп, еш жамандық болмасын. Қыдыр дарып-бақ болсын әулеттеріңізге, Алланың нұры жаусын сәулеттеріңізге. Отбасыларыңыз аман болып әрқашанда еліңнің бөледе бір құрметіне, той-тойға ұласа берсін. Құтты болсын. Көре алмаймын ай сенсіз жерде ойнап мен күле алмаймын ай көркем жігіт сұлу қыз мені сонда ай неге кеттің шіркін ай сол арадан ай алдым сенің іргелі шай көйлегін бүрмелі айтарыңды айтып қалып тұрдың ғой жүргелі
тау шалқыған көл батырайға. Алыстан келіп жатқан қонақтарды мен бүгін қарсы алайын ей, қабанбайлап кеңдік бар, тартқандық бар дала берген, қонық жыр сырлы саз бар ала келген. Алыстан келіп жатқан қонақтарға мың сәлем ағайынды ей, ала көлден шағалам шар қалқыған, табиғат қандай аңқыған, көңілінде қалқымның ала гүл жатыр шалқы. Қош келдің жайсаң ей, қонақтар ал енді айтар болсақ түйіндісін, қасында қалың жұртың дүйімдісін. Бүгінгі мерекеміз құтты болып, құлайым ұзағынан ей, сүйіндірсін шағалам шар қалқыған, табиғат қандай аңқыған, көңіліндей қалқымның ала гүл жатыр шалқыған. Гүл таңдап қонар балары, өнерді қалқым бағалы, ала гүлдің төріне қош келдің жайсаң ей, қонақтар Қош бол сәулем көргенше, қайта айналып келгенше, уәдеңе беріп бол, мен сендікпін өлгенше. Ауылың сенің іргелі, шай көйлегің бүрмелі, айтарыңды айтып қал, отырмын ғой жүргелі. Қош бол сәулем көргенше, қайта айналып келгенше, уәдеңе беріп бол, мен Құрметті ағайын, қадірменді қонақтар, бүгін Жетісудың етегінде алақандай ауылдан басталған аманат, бүгінгі ұлы тойға ұласқан, бірге ұлықтайтын күн. Сағынышпен сарғайған жүректер бүгін Бесағаштың тарихты тоғыстырған тағылымы ерекше. Ендеше Бесағаш ауылы алтын бес беріп отыр. Ендеше алғашқы құттықтау сөз Алакөл ауданының әкімі Абдилов Алмас Сапарғалиевке беріледі. Алматы, Қазақстанда мынау Қоймар жерінің Құрметті жерлестер, енді міне заманның өзі солай болып отыр. Бірақ сіздер өздеріңіздің көңілдеріңіздегі ойларыңыздағыны осы жерде келіп бас қосып, осының өзі бір ғанибет. Қазір енді 20 жылдық, 30 жылдық дейміз, 40 жылдық, 50 жылдықтар кездесіп жатыр. Бүгін міне сіздер үлкі алдымыз 80-90-ға келіп, артымыз міне мынандай кішкентай балалар әкелерінің Атамеке туған жеріне келіп, осы жерде бас қосып жатқан сіздерге ризашылығымды білдіремін. Енді айтатын болсақ, біраз ауылдан азаматтар шықты. Жаңа айтып отырған Бауыржан ағамыз, Сабыржан ағамыз бастаған азаматтар бүкіл елге белгілі. Жалғыз ауданға емес, бүкіл Қазақстанға өздерінің шапағатын тигізіп, қайырымдылық қорымен талай адамдарға жұмыс орындарын ашып, үлкен Қазақстан экономикасына өзінің септігін тигізіп жатқан азаматтар деп айтқым келеді. Сабыржан ағамыз бар, жаңағы Бауыржан ағам Олдахметовтар әулетіне. Сонымен қатар одан бергісі осы ауданнан талай адам шығып, осы ауданда қазіргі таңда
экономиканың әр саласына жұмыстар атқарып жатыр, қызмет атқарып жатыр. Менің әріптестерім десем де болады. Солардың барлықтарына осы жердегі отырған, осы жан жақтағы жүрген азаматтарымыз, кәсіпкерлеріміз бар. Бүгінгі ауыл шаруашылығына қатысып жүрген ауданның әр ауылда тұрып жатқан азаматтар барлықтарыңызға, осы жерге жиналған халыққа барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Осындай сіз деген, біз деген бауырлықтарыңыз арта берсін. Үлкенді сыйлап, кішіге ізет көрсетіп, үлкен рахмет. Көп рахмет жолдасымызге. Ассалаумағалейкум, ағайын туыс, құрметті бесағашым, өшерден біз туып өскен. Бүгінгі тойдың жасап отырған жігіттер сол 69 бен 93-тің арасындағылар. Біз қонақ сияқты келіп отырмыз, қонақ сияқты. Сонда Алмас Сапарғалиұлына, аудан әкімімізге алғысымызды білдіргіміз келеді. Бүгін білесіздер 31 май қуғын сүргін ашаршылықтың күні. Сол жақта бүгістің мероприятиялар болған, соған қарамай біздің ауылдыға сонша сыйластық көрсетіп, келіп өз ашып бергеніне шын жүректен алғысымызды айтамыз. Ал тойымызды бір адамдай жүргізейік. Той 3 күн болады деді осы организаторлар, 3 күн осындамыз, қайтпаймыз. Иә, дұрыс айтасыз, Сауыржан аға. Көп рахмет сізге тілектеріңізге. Енді ауылдың бір шеті кешегі тарихта. Сол себепті ауыл шежіресімен бөлісіп, Бесағаштың бай тарихынан сыр шешетін құнды деректермен таныс болсақ. Біз ортаға сіздердің қошеметтеріңізбен осы Бесағаш ауылының қысқаша бір тарихына үңілсек, одан кейін концерттік бағдарламамызды бастаймыз. Ортаға сіздердің қошеметтеріңізбен Қажыбек ағайымызды шақырсақ. Қажыбек Ахметжанұлы. Алакөл ауданындағы Бесағаш мал бордақылау шаруашылығы 1950 жылдары Күшібаев болатқан болды. Одан кейін Яковенко бірталай жыл басқарды. Семей ет комитеті одақтық маңызды ең үлкен ет шаруашылығы бүкіл аудандық 4 мал бойынша малды жинап, семіртіп, ет комитеті өткізіп басқа жерлерде. Кейінгі мал бордақылау алаңының орнында 3-4 үйден тұратын Бесағаш қыстауы болды. 1965 жылы қазіргі Бесағаш ауылы жастар Үшарал қаласындағы машина жүргізушілер курсынан барып білім алып, жүргізуші болып дайындалып шықты. Әр кезде Бескөлден, Үшаралдан қажетті Қошеметтеріңіз. Кездің жағы тербелген. Бұл жерде ұрпақ сабақтастығы үзілмеген ауыл. Бүгінгі шарамызға әрі қарай құттықтау сөздермен жалғастырсақ, жүректен шыққан шынайы тілектерін, бұл күннің шаттығын Ана үстіне шықпай-ақ қойсын, осы жерден тұрып. Ассалаумағалейкум, құрметті қалайық, құрметті жамағаттар. Біздің осы Бесағаш ауылында туып өскен, кіндік-қаның тамған жері, туған жеріңе туып деген мынандай мәдени шаралар өткізіп жатқан біздің балаларымызға жаңағы 75-79 жылы туған інішектерімізге мыңда бір алғыс
Соларға алғыс айтамыз балаларымызға. Міне, өздерінің кіндік қанын тамған жер Бесағашты гүлдендіріп, осы жерде еңбек еткен қаншама жастарымыз жан-жақта қазір міне үбірлі-сүбірлі семья болып еңбек етіп жатыр. Алдымызда қариялар келіп жатыр міне. Апаларымыз, тәтелеріміз 6-90-ға келген, кейінгісі 75-те. Ал енді құрметті қалайық, бүгінгі бастама, мына мерекелеріміз құтты болсын. Ұзағынан болсын. Осындай мерекелер әрқашанда бола беруіне біз тілектеспіз. Жастарымыз аман болсын. Мына Абай атамыз айтқан екен, өмір деген үлкен көл, заман деген соққан жел, алдыңғы толқын ағалар, кейінгі толқын інелер баяғыдай көрінер дейді. Міне алдыңғы толқын ағалардың бәрі кетті, өмірден өтті, қаншама қарияларымыз, жақсы жайсаң ағаларымыз, міне солардың жалғастырып келе жатқан, солардан өніп өсіп келе жатқан ұрпақтарымыз міне. Осылар, осы жеткіншектеріміз аман болсын. Арғай жалғасыны біз әрине қуанар едік. Қандай ауыл болды шіркін. Балалық шақтың бәрін 64 жылдан бері осы жерде біз өткіздік. Менің құралтастарым, замандастарым осы жерде Карымтай деген, осы жерде ең үлкен екеуміз ғана қалдық. Ал енді бірге өскен өмірден өткендер Базархан, Өндірхан, жағы бізден енді бірде жас үлкен Мұсақан деген ағаларымыз болды. Ал еңбек ардагерлерін айта берсең, оның өзі бір төбе. Қайшыбай Тұрсынбай, Мозақан Серік ағамыздың тәрбиесін алып өстік біз. Ал енді арғарай соза бермейік енді. Арғарайын жастарымызды жалғастырыңыздар. Тойларыңыз құтты болсын баладарым. Bir көтеріліп қалдықта жаңа тұрған жасқана ұқсап, бәрін көріп, өшірге келгенімізді бала-шағаны өшірге өсіріп өрдіргенбіз. Мұнаған өте қуаныштымын. Тойларым той қыласын бәрін естіп отырмын әкем. Рахмет шақырғанда. Бала-шағадар аман болсын, өсе берсін, өне берсін. Жасарып қалдық әкем, біз білендерге 40 жыл тұрдық. Осы мен сазы 40 жыл тұрып өшірді баладарым бәрі тапты өтті. Бірақ асалмады одан жазылады деді. Оны біліп отыр. Құтты болсын енді, Орынбас деген ұлым өшірді. Сүрәбетке трактор айдады. Орынбас деген ұлым. Бірақ шықпады, Бүркіт деген ұлым болған. Күшчілікті қоласыз деген. Бәрін біліп отырмын, бірақ та сонда айтылмай қалды енді, осы қаға шығын. Көптенге Рахмет апа. Бізді құрметтеп шақырып отырған мұна қызмет басшыларына, бала-шағамызға, директорымызға, Сабыржанымызға көп рахмет. Біз өшірге жап-жас келіншек болып түскенбіз Бесағашқа. Содан 40 жыл отырып, ұрпағымызды беріп, өсіріп, өндіріп, Құдайға тәуба дейміз енді. Осы бала-шағаларымыз аман болып, өсіп, өніп, үлкен табысқа кеңесіп жете берсін, замандары тыныш болсын, аспандары ашық болсын, бәлекеттері қашық болсын, ауырмасын, сырқамасын. Осы апаларының 85 жасын беріп, рақатын берсін сендерге. Бейнетімізді бермесін, жақсылығымызды берсін. Өсіңдер, өніңдер. Ылғи жақсылық, тойда жүріңдер. Жүрген жерлерің той болсын, жегендерің қой болсын, замандарың тыныш болсын, аспандарың ашық болсын, бәлекеттерің қашық болсын. Не айтам, өзіме бала-шағама жақсылық тілегенім, ол сендерге де солай жақсылық тілеймін, айналайындар. Шақырып құрметтеп отырғандарыңа көп рахмет. Бүгін 1000 жасап қалдық. Бесағашымызды көріп, мына ағайын туыс бала-шағамызды, немере шөберелерімізді көріп қуанып, кеудем қуанышқа толып отыр. Балалар бақытты болыңдар, менің жасыма келіңдер. Осы бірінші рет осыда мінекей шақырып Бесағашта өстіп, біздің басымызды қосасын. Міне қадамдарың құтты болсын, белдерің сау болсын, қараған өз жерінде дүрілдейді деп міне рахмет, жастар өсіп өніп өңдер, қандай жақсы міне. Қуанып, сондай бәрін нетіп жатырмыз, балаларымыздың бәрі жұмыс істеген, өзімізде ішкөлді істегенбіз жұмысында. Содан шыққанымыз бен жаңа.
барлық жастар аман болсын, осыны басқарған балаға көп рахмет айтсын деймін. Осындай жақсылық жасап өткізіп, сабыр жаманнан енді Света бәрін бастады, мына аяғын қостаған сіздерге көп рахмет жаным. Ағаштың бойында еш нәрсе жоқ ойымда, шырқап әнге саламын ағаштың тойында. Аман болыңдар жастар, рахмет көп. Бұл жалғаса берсін, күштілік сияқты жолын берсін, әрқашан осы мықты қалған ол жерде дүрілдеп енді ағашқа қуанып жатырмыз. Бұдан да үлкейе береді жастар, сендер де үлкейіп жұмыстарын бірің артынан бірін еріп, марқай өсіп ағашты күлдендіре беріңдер. Рахмет. Көп рахмет. Сүйілған көпшілік барлықтарыңызға қанша рахмет айтамын. Дендерің сау болсын, аспандарың ашық болсын. Бүгін қуанып жатырмыз. Бірімізді көріп, бұған көп қанша рахметімді айтам. Аман болыңыздар, денсаулық берсін. Өсіп, өркендей беріңіздер. Барлықтарыңа жақсы тілейміз. Мілескода өзіде қол туғанмызсың деп. Көзімізді көріп отырмыз. Аман болыңдар, денсаулық тілейміз. Еліңізге аман болсын. Барлықтарыңа, жастарыңа жас қосылсын. Біз сияқты кәрі әлде болыңдар бәрің. Ал жина, міне, ер азаматтарға рахмет. Міне, бірліктерінің арқасында бәрімізді қауыштырып, бірімізді көріп, бағанадан міне, қатты толқып, қандай жақсы болдық. Рахмет. Міне, ер азаматтар аман болсын. Осы жиналған қауымның барлығына дендері сау болсын деп тілеймін. Бүткіл ауылды көріп, міне қандай қатты қуандық. Енді ден сау болып, дендерің сау болып, елерге аман болып, заман тыныш болсын. Барлықтарына рахмет айтам енді. Не айтарымды да білмей жатырмын. Осы ер азаматтарға рахмет. Осыны ұйымдастырып, барлығын біріктіріп, барлығы бірдей, біргісідей жиналып бәрі. Бірліктеріне рахмет. Ал енді тұрған баласағаға рахмет айтамыз. Ал енді сіздің өзің тарихыңызды айтсаңдар, ел тоғымшыл келін болып түскен емес жерде. Ел тоғыз. Содан бері қалса енді 7-8 баланы өсірді өсірдік. Ал бұл жаңағы айтып жатыр ғой жоғарыдақта. Сол малды мен 15 жыл айдаған сенімге. Арбаны мен де айдап барғаным. Арбаға чеккеніміз өгіз. Сол өгіздің 4 өгізді шегеміз, кейді 6 өгіз шегеміз. Соны айдап барған мен Рысалды Абдулданың әйелінің марқұм болып кетті. Міне атамыз Мейрембек деген кісі болған. Күштілік деген әгі бізде жаңағы қойған мотор апарады. Мотор шығарамыз жаңағы. Сондан моторды жұлып алам ғой жаңағы. Bir жағынан сиыр, біз мұна тоғыз түбектегі жерге отырдық. Bir сиыр, bir атар сиыр, bir атар жылқы, 2 атар қой бақтылымен жандарымыз. Ал енді сол қой бағып, сонда кішкентай мына Гүлсім мінекей осы отырған келіншектер дегеніміз 59 жылы жарсас келіншек болып кішкентай болып жүргенбіз қарғаларын енді. Ал енді осы отырған мінекей осы жан-жақтағы еліміз, жұртымыз отырған балалардың бәрі сол бізден шыққан балалар деп ойлаймын. Еңбек деген ерінді, еңбек етсің ерінбе деген. Сол еңбектің бас аяғында мен болдым қарғам. 10 жыл айдап бардым мен осы жердегі. Көктемде жаман пырақ, сиыр тайынша торпақтарды аламыз,
kешегі тоқтын аламыз. Семейге апарып семіртіп өткіземіз. 3 ай барамыз Семейге. 3 ай. Сол уақытта өгіз шай апарамыз Семейге жандармен. Яғни 3 айда айдап барып Семейге борғақылар өткізіп, ақшаны қалтамызға салып алып келеміз. Пойызбен бейсебекті мұны бастап, басқасы қостап, ағалар қолыңдар жүрген. Міне біздің енді бірге жүрген, бірге тұрған серігіміздің ол Сабыржан. Міне кім бар, атымыздың екеуін құтқаламыз осы балаларымды көргісі келгенге мыңдап рахмет. Баяғыда Сабыржанға бар бетіне желші деп барып, осыдан кетісті барған, қамсырлықты өрген. Бәрілерінің бетіне сүйдің қарғаларым. Аман болыңдар, жақсы болыңдар. Енді осы еңбекті кім айтпасаң болмайды ғой жаным сен. Келін болып өсіп, кемпір болып шықты көшсең, осы өткен бала-шаға өзіміздікі деймін. Осындай еңбек еткен келі еріндей. Бесағасымыз күлтеп тұратын, бесағасымыз жайнап тұратын. Шалдар өлді, кемпірлер қартайды, бала-шаға қалаға кетіп, сәні кетіп отыр. Сәнін кетіргендер жандарым. Амын есен болыңдар, осы бесағастан өскеніз, осы отырған кемпір шалдар қылқырақтар жүрміз. Бәрілерің рахмет, аудан басшылары, деп отырған мұны азаматтарым сол мерекелерінде. Соны мен Парқаттың насыларын кім етеді? Сол, Парқаттың сол, салайын деп. Ал құтты болсын, апамыз сыйлығын алып келіпті ортаға. Енді апалар аман болыңыздар. Сіздерді көріп бізде. Талай оқушыларды, талай елдің кем-кегін тәрбиелеп шығардық. Мына бастауышта мұғалім болған оңай емес. Барлығына әріп танытып, оны біріктіріп, оны жинақтап, дайындап, жоғары класс мұғалімдеріне береміз. Мінекей қазіргі сол балаларым ел ағасы болып, ұрпақ тәрбиелеп, осында жиналып келіп отыр. Әрқайсыларын көріп, оқушыларымды, шәкірттерімді көріп, қуанып жатырмын. Енді барлықтарыңа айтатын, аман болыңыздар. Осындай үлкен нені ұйымдастырып жатқан мына оқушым Исаны Тарқатқа ерекше рахметімді айтам. Осының арқасында міне жиналып, бір-бірімізді көріп қуанып жатырмыз. Ауылына қарап азаматын таны дейді. Біз бүгін осы ауылдан шыққан азаматқа қарап, біздің Бесағаш ауылының қандай екенін көріп отырмыз. Осы жағдайды, осы іс-шараны ұйымдастырып отырған Бесағаш ауылының ата-анадан, Алтынұя мектептерінен тәрбие алған балалар, азаматтар бүгін міне алыс жақындатып, алысты жақындатып, көрмегенді көрсетіп, бір-біріменен шұрқырастырып жатыр адамдарды. Бесағаш орта мектебі облыстағы 19 ауданның ішінде айтулы мектеп болды. 1991 жылы 19 ауданның ішінде ең бірінші облыстық жыл мұғалімін жеңіп алған Бесағаш орта мектебі болатын. Сондықтан да барлық ұстаздарды, өмірден өткен ұстаздарымызды да есімізге алып тұрмыз бүгін. Ол кісілердің де еңбегі өте зор еді. Құрметті шәкірттер, мына іс-шараны бастаған Фархат Бейсебекұлы, барлық мәдени іс-шараларды ұйымдастырып жатқан Манас Саяхатұлы және неше күн болды осы жердің өзін тегістеп, күрекпен қолдарын алып, ағашпен отын шауып жатқан 89 жылдан жоғары қарай жылғы туған барлық Бесағаштың балалары, бүгінгі азаматтар, мынандай аспа-көк дастархан жайып жатқан сендерге алғысымыз шексіз, аналық рахметімізді айтамыз. Сендердің бұл көрсеткен үлгілерің өз бала-шағаларыңа үлгі болсын. Өздерінің артында ерген әні қарындастарыңа аманат болсын. Ұзақ жасаңдар, көп рахмет. Мерекені ұйымдастырып, бәрімізге бастама болған. Сондықтан жігіттер қауымы, ер азаматтар қауымы, барлығымыз бір қошеметтейікші. Фархат Бейсебекұлына ата-анасының алған тәрбиемен міне барлығымыздың басымызды қосты. Қаншама жігіттің, қаншама ер азаматтың, осы ауылдың тұрғындарының арман еді. Бүгін міне арманның бір үзігі орындалғандай. Сондықтан құтты болсын тағы да.
Ауылына қарап азаматын таны деп жатыр мінекей. Ауылдың азаматтарына құрмет жасап, қазақтың сапанын жауып жатқан әжелерімізге апа беріп жіберіңіз енді апамыздан. Мынау төс белгісін қараңыздаршы, алтын алқа иегері. Осы ауылдың қыздарына, келіндеріне үлгі болсын деп бүгін аналарымызды төрге шығардық. Осы бізді мінекей бүгін бір қуандырып жатқанға Алла тағала қуандырсын деймін. Сіздерің сау ұзақ ғұмыр берсін, адалдық берсін, еңбек берсін, ұрыс берсін, шаңырақта шаттық, амандық болсын деймін. Амин. Аумин айтқаныңыз келсін. Alыстап қайда кетемін, қасқалдақ бол дегенім, сенімен жатқан ертеңім, кіндігім саған байланған, өзіммен егі ұмыттап, айналып үшін жетемін, ала көз ару мекенім, сенімен жатқан ертеңім. Көріспесек сағыныштан жүдейді, бар екен бала кезгі досым, жан досым. Әрқашан жемісіңді көрейін, сырымызда бітпесін, сырымызда бітпесін. Әрқашан жемісіңді көрейін, сырымызда бітпесін. Шаруашылық бірлестігінде зоотехник болып келдім 82 жылы. Мен негізім осы механикаландырылған бордақылау алаңында Пуштулов Василий Васильевич деген кісі болды. Ол кісімен бар жағымен екі. Тек шабындықтың өзі 12 мың гектар. Сонан ана көлде сиыр
құрметті жерлестер, бүгінгі міне алдымызда жарқырап отырған ақсақалды әкелерімізді, ақсамайлы аналарымызды, жан-жақта жүрген өмірде ағамene өздерін тәрбиелеп, осы ауылда туып, осы мектептен түлеп ұшқан біздің мектеп өмірі болады, өмірлік қызмет еткен өмірлері болады. Соның бәрін еске алу үшін міне осындай құрмет. Бәріңіздің жүздеріңізді көргенге өте қуаныштымын. Адам күні адаммен дейді енді. Қолдау болмаса бір адам оң жағынан табылып, Мұхит ағам сол жағынан табылып, бәріне рахмет. Жекеге де шығып, қолдап, бұлай істейік, бұлай істейік деп ақыларын. Мынау енді жоқтан бар істеу. Тарап кеткен ауылды қайтадан жинау болып тұр ғой, былай қарағанда. Кеше балаларымыз доп ойнағанда ғашық. Ассалаумағалейкум, алтын ауыл, қоныс тепкен Алакөлдей көл жағасын. Армысың аңсап, келдім құттым екен, ұрпағың қадіріңді ұқтыма екен. Байырғы тұрғындарың бас қосуда, көп жылдан дәл осыны күткен екен. Алығым, ойлап кетсем сағыныш салады мұң. Арман қуып жан-жаққа тарап кеттік, кешір бізді болса егер шалалығым. Дегенмен бүгін міне аңсап келдік, көңілденіп, қуанып, ән сап келдік. Мауқым бассын, ауылдастар аңсап жеткен ауылына. Бұл біздің Бесағаш ауылына шығарылған өлең болатын. Осыны өзім оқып бергенме, баяндап бергенме қуанып. Оразбаева Ырсалды апамызға, Шералиева Теңілік апамызға, құпиямес өткенде ғана енді осы тойға қарқ дегенің несі көп қой енді. Қазақ енді осылай списокта бар да, енді оқсыр келе алмай қалды. Айтып өтейін, Исанов Бейсебек келдер ала берсеңдер болады. Исанова Рысхан, Жақсыбаева Ұлбосын, бар ма? Рысбаев Светлана. Бекқожанова Жанар. Базаров Қасым. Зәуре Шапай. Отарбаева Гүлжира. Утекенов Меркебай. Тоқтағанов Марат. Мамырова Үміткүл. Ешімбаева Төкеш. Жақсылықова Ғани. Отарбаев Төлеу. Гүлбайра. Үстенбеков Аман. Жұбаймен. Карибаев Ұлан. Алет әтеді. Жамангозов Сабырғажы. Сахнаты. Естімеатыр дейді қазаққа. Жаманбаев Қайрат. Чутубаева Ханшайым. Бейсенова. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء
سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامات القرآن وشرفنا بشرفات القرآن وألبسنا بخدعات القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعات القرآن وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن اللهم تجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا يا رب العالمين Barşa maqta köklerimdir жоқтан бар etken asaqın ko erекşe meyrimdi Allah Tağala'a bolsun және Allah Tağala'nın suyuklelisi ardaqta paygambarımızga Allah'ın igiligimen selemi bolsun. Allah'ımız özüne gene kulçuluk etip özünen gene jardam suraymiz. Allah Kur'an'da Әуелі пайғамбар Адам алейхиссалам рухына және соңғы пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның рухына болған барша уақыттардың рухына және осында әминде қол жайып отырған бауырларымыздың, әпке қарындастарымыздың, бұл дүниеде марқұм болған барша туыс туғандарының рухына бағыштаймыз. Азабынан сақтап, қабырларын иман нұрымен жарықтандырып, ақыретте Алланың рахметінде пайғамбарымыздың шапағатында болуын нәсіп ет. Аллах еліміздің сыртын жаудан, ішін даудан сақта, халқымызға ауыз береке біршілік нәсіп ет. Аллахым тәуелсіздігімізді қияметке дейін Аллахым өзің тұғырлы ет, елімізді өзің аман сақта Аллахым. Аллахым салли ва саллим ва барик ала набийна Мухаммад би рахматика я архамар рахимин. Aldı bir iş arkamız عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بها أنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوجنا قائم بتكويد وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جبين سعادة والكآل تجري الحروف بأشواق وتزدهر هذه حياة قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بها. Интернет жоқ, бірақ очень вкусная еда, очень правильная природа, поэтому дети здесь будут обязать наш любимый Казахстан на мировой арене своими победами. Так что только вперед, алға Бесағаш, алға Казахстан. Мына арқан тарыстың 3 орны бар. Бірінші орынға 30.000 теңге, екінші орынға 20.000 теңге солай ақшалай сыйлықпен беріледі. Бірінші орын 15.000, екінші орын 10.000, үшінші орын 5.000 теңге. Только Бесағаш қатысыңдар.
алмаймын ай. Көркем жігіт сұлу қыз, мені сондай неге кеттің шіркін ай. Сол арада алдым сенің іргелі, шай көйлегің бүргелі, айтарыңды айтып қалып тұрмын ғой жүргелі. Қош бол сәулем көргенше, қайта айналып келгенше, уәдеңе беріп ол мен сен біттің өлгенше. Аулың сенің іргелі, шай көйлегің бүрмелі, айтарыңды айтып қал, отырмын ғой жүргелі. Қош бол сәулем көргенше, қайта айналып келгенше, уәдеңе беріп